Таразда ел тірегі 2019 республикалық акциясы аясында жастар арасында жарыс өтті. Мақсат олардың әскери қызметке даярлығын тексеру. Шара барысында қатысушылар түрлі сынақтардан өтіп, өз шеберліктерін көрсетуге тырысты. Жарысқа қатысушылардың бірі Станислав Апанасюк. Жас ұлан әскери патриоттық клубының мүшесі бұл сайыста өзін барынша сынап көрмекші. Жақсы көрсеткішке қол жеткізу үшін жасөспірім әбден дайындалған. Былтырғы жылда мен өзім осы Тараз қаласының областной жарысынан бірінші орын алып, Қарағанда Спас полигонына барып, ояқта да жақсы нәтиже көрсеткен болатынбыз біздің команда. Әскери патриоттық шараға 10 команда, жалпы саны 150-ге жуық оқушы мен студент қатысты. Команда мүшелері физикалық дайындықтарын көрсетіп, ширақ қимылдау қабілеттерін танытты. Елбасымыз осы жас сарбазға қолдау көрсеткен жастар жылына орай. Осыған байланысты біз осындай ауқымды іс-шараны өткізіп жатырмыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралардың жастар тәрбиеленуіндегі маңызы өте жоғары. Алдағы уақытта аталған сайысты тұрақты түрде өткізу көзделіп отыр. Санат Аралбек, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.